Сәлеметсіздер ме менің алтындарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын қатпарлы самсаны үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құямыз, тұзымызды салып жақсылап араластырып қамыр илеп аламыз. Қамырды әдемілеп жұмсақ етіп көбірек илейміз. Сол кезде қамырымыз өте керемет қатпарлы болып шығады. Қамырымызды илеп болдық, енді кішкене тұндырып қоямыз. Тұнған қамырымызды осылай тып-тымалақ етіп алып, астына ұн сеуіп, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Жұқа етіп жайып алған қамырымызға осылай ерітілген сары майымызды құйып, осылай бүкіл жеріне жағып шығамыз. Бүкіл жеріне сары майды жағу керек. Әйтпесем қатпарлы қамырымыз дұрыс болмауы мүмкін. Жағып болғасын осылай жан-жағын кішкене созып жібереміз. Сосын осылай домалақ етіп орап шығамыз. Домалақ етіп орап болғасын бөліктерге бөліп, пленкамызға салып, домалақ етіп орап, холодильникте тұндырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына осылай асқабақты теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп болғасын асқабақтың осылай шыранын сығып аламыз. Әйтпесе самсамыздың қамыры бұлжырап кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай бүкіл шыранын сығып аламыз. Мінекей бәрін сығып алдық. Енді самсаны петін боламыз. Самсаның қамырын осылай алып, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай домалақ етіп шығамыз. Содан соң әдемі етіп жұп-жұқа етіп жайып, бір қасық асқабағымызды салып, осылай бәрін бүгіп шығамыз. Мінекей бүкілін бүгіп алдық. Осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз бәріне. Содан соң макты осылай домалақ етіп бетін сәндеп шығамыз. Сол кезде самсамыз өте әдемі болып көрінетін болады. Қызып тұрған пешімізде 220 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей самсаларымыз бәрі дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.